тақырып дилатациялық кардиомиопатия дегеніміз не? Оның негізгі себептері қандай? Аурудың негізгі белгілері туралы айтатын боламын және диагностикасы мен емін осы видеода толыққанды ақпарат беретін боламын. Сондықтан видеоны толыққанды көріңіздер. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазсаңыздар болады. Онлайн немесе офлайн консультация керек болса, шапка профильдегі WhatsApp нөмерге жазсаңыздар болады. Сонымен қатар мен диагноз дәрігер болып жұмыс жасаймын. ЭКГ, Холтер, СМАТ, УЗИ-дің расшифровкасын онлайн және офлайн оқып, сіздерге толыққанды консультация бере аламын. Сондықтан менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Кардиолог кеңес керек болатын болса, міндетті түрде хабарласыңыздар.